Мынау Қанішер Назарбаев Тоқаев жүйесін кепілді түрде қамтөгіссіз бейбіт жолмен құлату үшін 300 мың адам жеткілікті. Алматы мен Астанада 50 мыңға дейін, басқа қалаларда 10-20 мыңға дейін халық бірігіп, ұйымдасып тұрып шығып, біздің айтып жатқан жоспарлар бойынша іс-әрекет етсе, билік сразу құлайды. Біз айтып жатырмыз, мынау жүйені құлату үшін бізге жасырын 4000 ұяшық құру қажет. Әр ұяшықта орташа есеппен 5 адамнан есептесек, ол 20 мың ұяшық өкілдері. Олардың алдында тапсырма, әр адам кем дегенде 4 адамнан митингке адамдар ертіп шығу қажет. Сол кезде жаңағы 20 мың адам плюс 4 адамнан 80 мың адам қосылады, 100 мың адам ұйымдасып тұрып митингіге шығады. Және де сол ұяшықтардың алдында тапсырма, 5 мың полиция қызметкерлерін халықтың қатарына қару-жарақпен өткізу қажет. Сол полиция қызметкерлері жаңағы митингге шыққан халықты қорғайтын болады. Көріп отырсыздар ма? Міне осылай іс-әрекет етіп, жасырын ұяшық құру арқылы, штабқа байланысқа шығу арқылы ұйымдасып тұрып жұмыс жасауымыз керек. Ұяшық өкілдері, ол болашақтағы біздің әкім, қала әкімдері, аудан, ауыл әкімдері, депутаттар, біреулері министр болады. Міне бізге барынша осындай адамдарды дайындау қажет. Бізде ондай адамдар бар. Күрес ұйымдастыруға дайын адамдар бар. Тек оларды қолдау қажет.